Қазір мен бір осы коучтарды көріп жүрмін, мен тәрбие туралы айтамын деп. Бірақ өзі жалғыз бала екен да, бір үйде өскен. Көп кітап оқыдым, диплом бар деп. Мен айтамын, сен практикалық түрде өмірлік тәжірибең қандай, сен отбасында кіммен байланыстың десем, ол жағынан мен білмеймін дейді. Енді сонда айтып жатырмын да, жалпы мына коуч болу үшін де адам көп балалы үйден шығу керек. Шынымен кәдімгі ысылып, отбасындағы жағдайды, бір аяқ киімді екі адам кигенді көріп, барды жоқты бөлісуді білген балдар ертең болашақта да бұл бөліскеннің қандай екендігін, жалпы дүнияны, тамақты, киімді, ортаны, мынау территорияны, жерді, бір бөлменің өзінде мысалы 3-4 бала тұрады. Сондықтан мейлінше мынау біреуден ақыл сұрайтын кезде қызыңа, ұлыңа көп жасаған емес, көп ортадан шыққан, көп балалы үйден шыққан, сондай өмірлік өзінің тәжірибесінде көп баланы өсірген, тәрбиелеген, сондай ата-анадан сұрау керек. Біз өмір енді өкінішке орай қазіргі бір жақсы киінген, бір жақсы шешен сөйлеген адамды ғана тыңдап қойып жатыр. Өйткені ол өткізіп жатыр музыкасымен, жаңағы әртүрлі тректермен, трендовый киімдермен, прическасымен, мейлі шаш үлгісімен. Бірақ көп шынымен өмірлік тәжірибе сені ертең өмірде адастырмайтын сондай бір тәжірибелі адамдардың, ол ұяң болған үшін, ол бейнеттің адам болған үшін біз оларды қалдырып қойып жатырмыз. Шын керек ақыл солар деді. Ауылда жүр. Не бір егіншілер бар, не бір жаңағы шабандоз ағаларымыз бар. Атты да, адамды да бәрін жақсы таниды. Бірақ біз іздемей жатырмыз. Тек оңай осы қалада жүрген адамнан 5-6 ауыз сөз ала салсақ, соны баламызға көрсетсек, ол әдемі сөйлесе, жоқ, ол жүрегінен шығып тұрған жоқ. Коуч болғанда да, психолог болсын, мейлі салт дәстүр туралы айтсын, адамның жүрегінен шықпай, ана негізінде болмай, ол сенің балаңа жүрегіне ұялату оңай емес. Сондықтан балам жақсы болсын десеңіздер, бірінші туысқанның, ағайынның, ауылдас, елді мекеннен, өзің тұратын жерден сондай шынымен де абыз ақсақалдарды іздеп барып, бір үйдің жаңағындай барды да жоқты да көрмеген адамнан емес, сондай көрген адамнан сұрап, пайғамбарымыздың да несінде бар ғой, сүннетінде, ағайын, туыспен жақын араласып, адам сол кезде ұзақ өмір сүреді деген өсиеті бар ғой. Сондықтан осы туысқандықты тек қана бір байланыс үшін емес, тәрбие үшін де, ілім үшін де, мектеп үшін де отбасылық туысқандықты қатты ұстау керек. Жерлестікті де, ауылдастықты да осы үшін қатты құрмет қылып, соны пайдалану керек.